Ол балдарға арналған әдемі сүндет көйлек тігетін боламыз. Каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Шериф Перизат. Соңына дейін видеоны көруді ұмытпаңыздар. Негізен бұның основасы ретінде лекаласын кез келген балағының өзіне шақ келетін футболкасын алуға болады, немесе пижамасын алуға болады. Және де үшінші вариант бұл оның өзінің лекаласын жасау керек болады. Мен өздерінің лекаласын жасадым өлшемдері бойынша, және де қолданған матам трикотаж двухнитка. Матамызды дәл осылай екіге бүктеп аламыз, және де лекалымызды, выкройкамызды қойып, жан-жанына 1 сантиметрден қалдырамыз, ал жанына және де асты жағына мен сәл ұзындау болғанын қаладым, сондықтан 20 сантиметр ұзарттым. Ал жанына 2 сантиметр қосып, дәл сол өлшемдердің барлығын сызып алған екен, қиып аламыз. Матаны қойған кезде долевой нитке қарау керек, міндетті түрде дұрыстап матамызды пішетін кезде соған өте қатты мән беру керек. Арқасында дәл осылай түзу сгиб болады. Арқасында да асты жағына 20 сантиметр қосамыз, жанына 2 сантиметр, қалған тігістеріне 1 сантиметрден қалдырып, себебі мен оверлокпен бірден тігетін боламын. Сондықтан одан артық қосып жатқан жоқпын. Арқа бойында дәл солай пішіп аламыз. Енді жеңді пішетін кезде біз ортасына жеңнің дәл сызығы болады. Сол біздің матамызды екіге бүктеп екі жеңді пішкен кезімізде ортасында долевой сызығы жанындағы ізгипке параллельно болу керек. Себебі кішкене қисайып тұратын болса, біздің жеңімізде кейін кішкене дұрыс шықпай қалуы мүмкін. Сондықтан ортасындағы жеңнің сызығы біздің бүктелген матамыздың бүктемесіне параллельді жатуын қараңыздар. Енді біз планкасын өлшеп аламыз. Менде жалпы ұзындығын 15 сантиметр деп алып жатырмын. Алдыңғы бойдың алдында түйме болады. Және де оның астына планкамызды дәл осылай дублириндеп алу керек. Өйткені ол жерге петля және де түйме тігілген кезде ол созылып кетуі мүмкін. Жалпы оның ені 3 сантиметр, ұзындығы 15 сантиметр етіп алып отырмын. Оны өздеріңіз қалауларыңыз бойынша ұзындығын ұзартуға немесе қысқартуларыңызға болады. Және де бұның дәл осылай 3 сантиметрдің дәл ортасын өлшеп, екі жағына 1,5 сантиметрден қалдырып, сол түзу сызық бойынша осылай тігіп аламыз. Ортасын тігіп қоймаңыздар, ол жерде қазір қиятын боламыз. Матамыз арт жағына, яғни теріс жағына планкамызды теріс қарай қойып, осылай тігіп қосып алдық. Және де соңына дейін қиып тастамаймыз. 1 сантиметр, 1,5 сантиметр қалдырып, осылай 3 бұрыш тесіп қиып аламыз. Бұл біздің планкамызды оң жағына аударған кезімізде, яғни дұрыстап тіккен кезімізде, асты жағы бір қалмай дұрыстап технологиясы бойынша дұрыс шығу үшін қажет болады. Енді біз түйме тігетін орнын дұрыстап, осылай инелермен қыстырып аламыз. Одан кейін бұл жерде тағы да бір мән беретін нәрсе, ер балдар мен қыз балдарының киімінің алды, яғни застежкасының айырмашылығы болады. Ер адамдарда солдан оңға қарай тұратын болса, ал қыз балдардікі оңнан солға қарай қайырылып тұрады. Киімдеріңізге мән беріп қарасаңыздар байқайсыздар. Сондықтан осы планканы тіккен кезде бір-біріне қайырған кезде асты жағын осыған мән беруіміз керек. Яғни солдан оңға қарай, сол жағы үстінде тұрады, оң жағы астында тұру керек. Егер каналымда қонақ болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Және де жаңадан видеоларды, тегін мастер-класстарды жіберіп алмау үшін қоңырауды міндетті түрде басып қойыңыздар. Енді астыңғы жағында дәл осылай өлшеп аламызды. Осылай планканың қайырылып тұрған кезде шетінен 0,1 сантиметр дәл осылай қалдыра отырып, шетінен тігіп шығамыз. Міндетті түрде тігіп жатқан кезде оның кезектеріне мән беру керек.
кейде бірден яғни тігіп жатқан кезде әрбір детальдің өзінің тігетін уақыты болады, соған мән беру керек. Біз егер де қазір бірден алдыңғы бой мен артқы бойды қосып қойғанда, бұл планка тігу бізге қиындық туғызатын еді. Сондықтан бірінші кезекте планканы тігіп аламыз, содан кейін барып артқы бойды қосамыз. Мінекей, енді артқы бойды және алдыңғы бойды қосып, иықтарын тігіп аламыз, және де тігісін артқы бойға қарай үтіктейтін боламыз. Енді біз осы жеңімізді иық тігісінің ең биік төбесімен, жеңіміздің ең биік төбесімен иықтың сызығын қосып аламыз. Ең бірінші, және де шеттерін осылай біріктіріп алып, енді қалған жерлерін қолтық ойындысына жеңімізді қондырып шығамыз. Оны да қондырып, тігіп алғаннан кейін үтіктеген кезде тігісті жеңге қарай үтіктейтін боламыз. Енді осылай тігістерді инемен біріктіріп алып, жеңнің ұш жағынан жан тігісін қосып, барлығын бірге тігіп аламыз. Бірден мен асы жағын және жеңін қазір дайындап тігіп кететін боламын. Мен көйлектің етек жағын кішкене осындай овальный болғанын қалап, осылай пішін бердім. Қаласаңыздар, оны олай жасамасаңыздар да болады. Кәдімгідей төртбұрышты етіп қалдыруға да болады. Шетіне қиық қалдырып қойып тіксеңіздер де болады. Шетін оверлоктап 1 сантиметрге қайырдым, ал жеңін оверлоктап 2 сантиметр, 1,5 сантиметрге ішке қарай қайырып тігіп шықтым. Енді біз тік жаға тігетін боламыз. Тік жаға тігудің өзінің технологиясы болады. Толыққанды сіздерге ол туралы видео шығаратын боламын, алла қаласа. Сондықтан міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Бұйырса сіздермен бөлісетін боламын. Ал қазірше қысқа ғана сіздерге айтатын болсам, осылай алдыңғы бой мен артқы бойдың иық өлшемдерін өлшеп аламыз, және де сол бойынша төртбұрышты сызып, алдыңғы жақтан жоғары қарай 1,5-2 сантиметр көтереміз, және де осылай овальный етіп сызып аламыз. Енді сол сызып алғанымыз бойынша тік жағамызды пішіп аламыз. Бұғанда дублерен немесе флизелен міндетті түрде жапсыру керек, себебі ол өзінің формасын тез жоғалтады. Сондықтан бұның екі жағына да мүмкін болса флизелен немесе дублерен жапсырып алыңыздар, және де жоғары жағын тігіп аламыз бірден. Енді артқы бойдың дәл ортасын тауып алып, жаңағы тік жағамыздың дәл ортасын тауып, сыртқы бір бөлігін ғана осылай қондырып тігіп шығамыз мойын ойындысына. Ал астар жағын әзірше тікпейміз. Оны кейін біздің қазір тіккен осы мойын ойындысындағы тігісті жасыру үшін оны ішке қарай қайырып, соңынан тігетін боламыз. Мойын ойындысын жалпы тіккен кезде 0,5 сантиметрмен тіксеңіздер де жеткілікті болады. Жақсылап осылай инемен қондырып, егер бірінші рет тігіп жатқан болсаңыздар, көктеп алып, примерка міндетті түрде жасап отырыңыздар. Өйткені кейде баланың мойнын қысып қалуы мүмкін, не болмаса қатты жағасы кең болып кетуі мүмкін. Сондықтан, егер де қастарыңызда бала болатын болса, міндетті түрде примерка жасап отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей, енді астар жағын тік жағамыздан осылай ішке қарай 0,5 сантиметр қайра отырып, жаңағы тігісімізді жасырып, осылай ол жерде де 0,1 сантиметрде осылай тігіп шығамыз. Жалпы тік жаға тігудің өзіне бір видео сабақ арнайтын боламыз. Сондықтан каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Осы видео ұнаған болса лайк басыңыздар, және де өз пікірлеріңізді білдіріп комментарий қалдырсаңыздар болады. Мен барлықтарыңызды оқитын боламын. Енді біз петлямызды тігіп, түймемізді қондырамыз, сонымен біздің көйлегіміз дайын. Сіздермен бірге болған шебер Перизат, видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысым шексіз. Дәл осылай балдарыңызға әртүрлі киімдер тігіп беріп, қуантып жүріңіздер. Барлықтарыңыздың күндеріңізге сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.